Тағдыр тәлкегі екінші бөлім. Ол өгей әкесі еді. Соңғы кездері өзіне бір түрлі көздермен қарайды. Жадыра, шаршадың ба? Кел көмектесіп жіберейін деп аяқ астынан жалпақтап кететіні бар. Ана байғұс қайтсын, жұмыстан шаршап келеді. Біз үшін жүр ғой, деп сөздерін майдалап қасына жетіп келетін. Өтірік байқамағандай болып біресе қолынан, біресе арқасынан сипап қояды. Осындай қимылдары барған сайын жиілеп барады ма, айналшықтап қасынан шықпайтын болып алған. Қасына отырып, аяқтарына байқамағансып тізесін тегізіп қояды. Ондай кезде Жадыраның денесі тітіркеніп кетеді. Қасынан кеткенше асығады. Кешке жұмыстан келген Ұлпанмен Нұртас әмпай-жәмпай болып қалады. Әңгімелерін айтып, үйдің тірлігін өзі тындырғандай істеген жұмыстарына есеп беріп жатады. Оған Ұлпан өлердей сеніп қалады. Қыз деген ұқыпты болушы еді. Қызың айтып қойсаңшы, тамақты дәмдірек пісірсін дейді. Атала берсе де ішесің, маған не дейсің? Жарайды, қайда барамыз енді, көнгеннен басқа амалы жоқ деп қояды. Ұлпан жұмысы аса болған соң 6-да ерте тұрып кетіп қалады. Кеш батқанда бірақ келеді. Ұйқыдан тұрған Жадыра күнде Нұртас та үйде жоқ болады деп ойлайды. Жоқ болса қуанып кетеді, бірақ үйде жататын күндері көп. Соңғы күндері даусы да шықса дір ете қалатын әдет тапқан. Сонысынан анасына айтқысы келді. Бірде екеуі ғана отырғанда, ана Нұртас аға неге біздің үйден кетпейді деп сұрайды. Кеткені несі? Ол енді бізбен бірге тұрады. Нұртас аға емес, әке деп айтатын уақытың болды ғой, қызым. Менің әкем ол емес, деді қабағын түйіп. Жарайды, әке демей-ақ қой. Бірақ оның сыйлау сені міндеттісің дегенде, енді одан өмір бақи құтыла алмайтынын түсінген. Бір күні Ұлпан ауырып бір апта ауруханаға жатып шығады. Кетіп бара жатқанда Нұртас, балаларыңа алаңдамай-ақ қой, өзім бармын ғой деп қала береді. Алаңсыз ұйықтап жатқан Жадыра түн ішінде біреудің пысылдап тұрғанынан оянып кетеді. Көзін ашқандағы бірінші көрген пышақ. Дәу еркектің қолы аузын басып пышағын кезеніп тұр. Анықтап қараса Нұртас. Дыбысыңды шығарма, менімен жүр деп бұйырды. Есін шыққан қыз орнынан тұрып соңынан жүре береді. Айқайласа өлтіремін сені де, ана жатқан екеуін де. Қызы төсекке жатқызды. Ойына келгенін істеді. Барлығы біткен соң Ұлпанға немесе басқа да бір адамға айтсаң өлтіремін деді. Үшеуің бірге өлесің, түсіндің бе деп өтіріктен басын сипап жібере салды. Төсегіне сүйретіліп келе жатқан Жадыра бар денесі дірілдеп, тістеріне сақылдап, қалтыраған қалпы жатып қалды. Ертеңіне түске дейін орнынан тұра алмай жатты. Қасына келген Нұртас, неғып жатырсың, орныңнан тұр, тамақ ісе дегенде бірақ басын көтеріп, ондай жағдай тағы қайталанады. Әр қайталанған сайын өлтіремін деп қорқытып отырды. Ұлпан үйге келгенде ештеңені байқамады. Өзімен әуре болып жүргенде ол қызының қас қабағына қарамады да. Күндер зымырап өтіп жатты. Тек бір күні үйге мектептен мұғалім келгенде Жадыраның есі шықты. Қырсыққанда ол сол күні Ұлпан үйде еді. Екеуі оңаша қалып сөйлеседі. Мұғалім өзінің күдігін айтқанда Ұлпанның көздері бақырайып, даусы баж ете қалады. Сіз не деп тұрсыз? Осы айтқандарыңыз үшін жауап бересіз. Білесіз бе, дейді бажылдап. Жауап бергеуге дайынмын. Жүріңіз, Жадыраның ертіп, қазір барайық ауруханаға, дейді даусын нығыздай түсіп. Сіздің екінші қызыңыз да тексерту керек, екеуін бірге алып жүріңіз, дейді өктем сөйлеп. Есі шыққан Ұлпан. Қыздарыммен мен өзім сөйлесемін, рахмет сізге, деп тұрып алды. Ауруханаға апармайсыз ба? Апарамын, алдымен өзінен сұрап алайын, дейді. Жақсы, сізден бір хабар күтемін. Айтпады демеңіз, ауруханаға барып сұраймын тексерткеніңізді, деп кетіп қалады. Мұғалім кете сала Жадыраның шақырады да қызының түрін көріп барлығының рас екеніне сене бастайды. Жанның барында айтқан мұғалімнің айтқаны рас па, деп айқайлап Жадыра селкілдеп тұрған иектерімен қоса басын изейді. Кім ол саған тесіп жүрген, деді де сәл даусын бәсеңдетіп. Нұртас көздерінің сорғалап аққан жасты тоқтата алмайды. Өтірік айтасың, қаншық. Жалғасы бар. Тағдыр тәлкегі соңы. Өтірік айтасың, қаншық. Өтірік деп келіп қызын ұра бастады. Жадыра ешбір қарсылық көрсетпестен тұра берді. Бір кезде ұрып жатып Ұлпанның қолын қызының ішіне тиіп кетті. Іші кәдімгідей жұмыр, қатты домаланып тұр екен.
Бұрын неге байқамаған, неге көзі көрмей көр-соқыр болып қалған. Өзінің не бүлдіргенін енді түсініп, ышқынып, бар даусымен айқайлап жылап жіберді. Сол күні Нұртас үйге келмейді. Мұғалім үйге кірген кезде ол сыртта болған. Жарты әңгімесін естір-естіместен сыртқа шыққан қалпы қайтып оралмайды. Ұлпан есін жинап болған соң екі қызын ауруханаға апарады. Жадыраның аяғы ауыр болып шығады. Екінші қызы да сау емес. Полицияға арыз жазып, Нұртасқа іздеу салынады. Ауылда сөз тұрсын ба, бұл хабар тез тарап кетеді. Елдің көзіне қарай алмаған Ұлпан балаларын алып бір түнде кетіп қалады. Қалаға келген Ұлпан пәтер жалдап тұрады. Жұмыстан бірден табыла қоймайды. Туысқандарға баруға бет жоқ. Барса өзін бірінші кінәлайтынын біліп тұр. Балалар да мектепке орналастырмады. Осылай сабылсып жүргенде Жадыраның іші ауырып, түсік тастап ауруханаға жатып қалады. Сол кезде ғана Жадыраның әкесінің туысқандарына хабар айтады. Әкесінің әпкесі келіп Жадыраны қолына алады. Байдан өлгендей тиіп алып едің, одан да балаларыңа неге қарамайсың? Мына қыздың өміріне балта шаптың. Енді бала көтеруі белгісіз, бір Алланың қолында, дейді дәрігер. Бар тағы бір байыңа тиіп ал деп қайынәпкесі зіркілдеп ұрсып Жадыраны алып кетеді. Анасының көңілі қалған Жадыра жағын ашпастан ілесіп кете береді. Әпкесінің үйінде жатып, мектебін бітіріп жұмысқа шығады. Оқуына түсіп, көңілі де қаражаты да болмайды. Жұмыс істеп жүрген айналасында жігіттер болады әрине. Жадыра көрікті қыз, істеген жұмысы да тыңғылықты. Сөз айтып ұсыныс жасағандардың барлығынан бас тартқан. Жасың 25-тен асып барады, осылай жүре бересің бе? Біреудің етегінен ұстамайсың ба? Деген әпкесіне. Бала туып бере алмайтынымды біліп тұрып, алдап қалай шығамын? Қайтадан жүрегімді ауыртқым келмейді. Қайдан білесің? Аллам бір көмегі болар. Үмітіңді үзбеші, деді әпкесі быжылап алып. Жасы 30-ға келгенде әпкесі: інімнің артынан қалған қызысың. Сен бір жерге орналастырмай, көңілім орнына түспес. Босағада отырып қаласың, сен мені тыңда, дейді. Сіз де қоймадыңыз ғой, не айтасыз, деді. Жұмысымда бір танысым бар. Соның бауыры бар, сен сияқты жарымжан. Жүріп 30-дан асқанда үйленген. Сол байқұстың келіншегі дертке шалдығып қайтыс болды. Алдында бірге толмаған шиттей қызы қалған еді. Жақында жылын беріпті, енді сол қызға ана керек, дейді. Сен сол жігітке қосылып қызын бауырыңа бассаңшы деп айтып қоймаған соң келісімін береді. Содан бері 3-4 жыл өтіпті. Бауырына басқан қызы өзім анам, дейді. Жолдасы да жаман емес, жақсы тіл табысып кетті. Тату-тәтті тұрып жатқан жайлары бар. Кешегі күн Нұрболды көргендей өткен өмірі анасы есіне түсті. Анасын көрмегелі біраз жыл болды. Оған деген өкпесі әлі қара қазандай, ешқашан кешіре алмайтын сияқты. Сіңлісі мен інісімен хабарласып тұрады, үйлеріне шақырады. Бірақ бұл бармайды, үстінен ауыр жүк басып тұрғандай сезімде жүреді. Өткенде бір хабарласқанда Кәмшатқа: мен сені түсінбеймін, сен де мен сияқты қорлық көрдің ғой, қалай кешірдің, айтшы, дейді. Мен де кешірген жоқпын, бірақ ол анамыз ғой, ол әдейі жасаған жоқ. Сен ішіңде көп нәрсені сақтама, өзің ауырып қаласың. Кешірсең, өзің де кешіресің, деген еді. Сол үшін ауырып жүрген жүктен құтылғысы келеді. Кәмшатқа звондап өзінің баратынын ескертеді. Қызын алып үйіне барады. Есіктен қарсы алған інісі қуанып қалады. Төлет, сені күтіп жүріп отырмыз, деп жоғары шығарады. Ішке кіргенде Ұлпан орнынан тұрып: сені көргеніме қуаныштымын, қызым. Мені кешірмей кетеді ме деп қорқып едім. Кешірші мені, кешірші. Қызын құшақтап жылайды. Жадыра бар өксігін шығарып анасымен көріскенде дей болып жылайды. Анасы мен қызы осылай қайтадан табысады. Өмірдің бір